Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Илікбаева Нұргүл Молдабаевна, Қостанай қаласы Абырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты коммуналдық мемлекеттік мекемесінде география пәні мұғалімі болып қызмет етемін. Сіздермен бүгін өтетін тақырыбымыз минералды ресурстарды өндіру және өңдеу орталықтары. Оқу мақсаты: Қазақстанның минералды ресурстарын өндіру және өңдеудің басты орталықтарын картадан көрсетіп сипаттайды. Осыған орай, әрине, біздің сабағымыздың мақсаты Қазақстанның минералды ресурстарын өндіру және өңдеудің басты орталықтарын картадан түсіндіріп көрсетеді дей келе, бағалау критерийіміз: сендер Қазақстанның минералды ресурстарын өндіру және өңдеудің басты орталықтарын картадан көрсетіп түсіндіре алады деген нәтиже күтеміз. Еліміздің экономикасы металл өндірісінсіз дами алмайды. Бірінші кезекте бұл металлдың негізгі тұтынушылары болып табылатын машина жасау кешені, құрылыс индустриясы, оның ішінде көпірлер, бөгеттер, электр станциясы қаңқалары салаларына қатысты болмақ. Қара және түсті металлды өндіру орталықтары солтүстік, шығыс және орталық Қазақстан аймақтарында орналасқандықтан, оларды өңдейтін зауыттар да осы аймақтарда орналасқан. Қазақстанда түсті металлдардың үлкен қоры бар. Түсті металлдар машина жасау, радиоэлектроника, жоғары технология және тұрмыстық байланыс саласында кең қолданылады. Физикалық ерекшелігі және қолдану мақсатына қарай түсті металлдар ауыр, жеңіл, бағалы және сирек кездесетін болып бөлінеді. Бұл металл топтарының сипатына тоқталатын болсақ, ыстыққа берік, электроөткізгіш, қышқылға төзімді, тоттануға қарсы және тағы басқа қасиеттері бар. Оқулық мәтінін және осы жерде беріліп тұрған сілтемеге кіріп, ақпаратпен танысыңдар. Сол алған ақпараттарыңа сүйене отырып, логикалық тізбек әдісі арқылы келесі кестені толтырыңдар. Бірінші кесте қара металл бойынша өндіріс атауын жазыңыздар. Сол өндіріс атауына сәйкес сол өндірістің орталығын және соған сипаттама жазыңдар. Екінші кесте түсті металл бойынша өндіріс атауын, өндіріс атауына сәйкес сол өндіріс орталықтарын және оның сипаттамасын толықтырып жазыңдар. Келесі тапсырма: кестеде толтырылған өндіріс атаулары мен орындарын картада белгілеңдер. Қызықты деректер айдарынан ең қымбат металлдың бірі осмий 187. Тау-кен өндірісі шамамен 9 айдай өндіретін сирек изотоп. Ол химиялық реакциялардың катализаторы ретінде жоғары дәлдіктегі өлшеу құралдарын өндіру және медицина өнеркәсібінде қолданылады. Қазақстан әлем нарығында осмий 187 сататын алғашқы және жалғыз мемлекет. Бірегей металлдың нарықтық құны 1 грамм үшін $10.000 құрайды. Рефлексия: маған қызықты болған, бүгінгі сабақта маған түсінікті болған ақпарат, бүгінгі сабақта орындауда, тапсырманы орындауда қиналған кез немесе жайт және болашақта осы қиналған кезді немесе жайтты қалай реттеуім керек дегенді толтырып жазыңдар. Үй тапсырмасы:
Бүгінгі картада белгілеген барлық өндіріс орындары мен орталықтарын кескін картаға түсіріңдер. Назарларыңа рахмет.